Бұл телевизор 12 болды бұрынғы шони бери телевизор көреміз. Кейбір сыныптарда жалғыз ғана бала бар екен. Көрдіңіздер ме мұны? Теуіп жатыр әне. Әне. Ой. Кейбірді қорқамыз деп қояйын ба? Түйе сауамын, сиыр сауамын. Мен атым Клара. Өзім өзбекпін. Жуынып кетсең болады. Аристон ештеңе керек емес. Қыз жасауы КамАЗбен келіп жатыр міне. Қалмал қаншадан сіздерде? 20 миллион ең төмен. Қостырбаға көш келді. Әйтпесем жалғып кетті. Міне мына дауыс кедергі емес, керісінше одан сайын терең ұйқыға батырады ғой. Мүлдем сезбеппін мына жігіттің қорылдаған. Ассалаумағалейкум жолаушыларым. Бұл бар қазақтың басын бір YouTube арнаға біріктірген жалғыз жолаушы жобасы. Сіздердің көңіл күйлеріңіз жақсы болса бүгінгі шығарылымды бастаймыз. Біз Қостұрба ауылындамыз. Бұл Қарақалпақстанда орналасқан. Бұл жерге жету оңай болмады. 4 күн жүрдік. Бұл ауылдың ерекшелігі не жарық жоқ, не интернет жоқ, не тоқ жоқ. Бірақ 20-дан астам отбасы осында өмір сүреді. Бүгін солардың өмірімен танысамыз. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ендеше кеттік. Қазір сағат 7:30 болды. Сіздерге келген қонақтарға тамақ істеп жатырмын. Таң атпай осылай күріш әзірлеп жатырсыз ба? Бірінші жағып аламыз. Жағып болғаннан кейін астын жауамыз. Сол үшін мына ысылығы тебеді. Жылулығы сыртқа тебеді жауғаннан кейін. Бұл өткерме пеш екі жай қызады. Мына жақта жағамыз, ар жақтағы жайда қызады. Суды қайдан тасисыздар? Суды мына жерде кран бар, жерден шығып тұрған өзі. Қалаға қатынап тұрамыз ау. 3-4 айда бір барамыз, жұмысымыз шықса барамыз ғой. Ауырып қалсаңыздар, басқа не болса не істейсіздер? Не тарифінен тез жәрдем машинасын беріп қойыпты, фельдшеріміз бар ауылда. Кемпір түйе соғады, соның қасына көмектесеміз. Ортасын тасып тұрамыз. Қанша түйеңіз бар? Түйе дегенде, лишний менің өзімде түйе онша көп түйе жоқ. Бар, 1-2 түйеміз бар, соны сауамыз. Емсей бар. Ой, жақсы Мұрат, хай. Ма. Екі түйеден осынша сүт шықты. Азайған кезі ғой сүттің. Жазда 3 литр, 2 литр шығады. Әзір 1 литрдей шығады қыста, күн қысқа болғанда. Қанша жерде жүрмін, бірақ бірінші рет осындай мүйіз көріп тұрмын. Бұл еліктің мүйізі ме? Солай болу керек, сол ертеден үйде тұрған зат әйтеуір осы. Бұл сонда көз тимес сияқты, е? Ава, сондай бір үйде тұрады әйтеуір, істеп қоятын ек бір. Мынау 2006 жылы құрылған панел осы. Әлі істеп тұрыпты. Анау қасындағы отау, Қазақстанның отауын көреміз. Өзбекстанның 12 каналы бар, соны көреміз. Көрдім, фундамент жоқ, фундамент салады біздің жақта, бияқта. Фундамент жоқ, ызғар жоқ біздің жақта. Мынаны ішін көрдің бе? Жоқ, бөліп сатып аласыздар. Анда соғым сою жоқ па несін? Соғым бар ғой, соғым бар болғанмен 100%-ында соғымды бізді онша үрдіс болмаған. Бір түйен тауысу мүмкін емес. 12 жылгін 12 адам бөліп аламыз да, қыстай жеп отырамыз. Тамағына көмектеспейміз, қалған затын бәріне көмектесеміз енді. Кемпірден қорқамыз деп қояйын ба? Мынау телевизор 12 болды бұрынғы шони бери телевизор көреміз. Мұнда қосады. Кетпеге дейін төмендеген. Қаралтын өндіру көлемінің арттыру немесе төмендету болжамдары келесі жылы да түсімдерге әсер ете ме деген сұраққа ұлттық экономика министрі Қазақстан деген канал бар. 20 жыл бұрынғы балалық шағыма оралғандай болып тұрмын. Рас айтам. Бізде осындай теледидар көруші едік. Мынау Қытайдың теледидары, е? Ата-бабамыз осы жерде туып өскен, біз де осы жерде туып өскенбіз. Сосын көшуге қимаймыз осы жерде. Ата-бабамыз жатқан жері осы жер.
Үй алып, айылы алып, бала сүйіп, ертерек өмір қамын ойлайтұғын ай. Жусаны жыпар ауыл мен көшемнің шаңын сағындым. Ағайын туыс бауыр мен шешемнің шайын сағындым. Ауылдың мектебі 9 жылдық білім береді екен. Айтып жатырмыз ғой, бұл жаққа қарай тоқ тартылмаған. Тіпті мектептің үстінде осында күннен энергия алатын панельдер орнатылған. Сол арқылы тоқпен жабдықталып тұр. Айтпақшы, бұл мектепте ауылдағы жалғыз Wi-Fi бар. Қазір көрейген сабақ қалай өтіп жатыр екен. Бір мектепте 30 бала оқиды. 9-шы сыныпқа дейін. Кейбір сыныптарда жалғыз ғана бала бар екен. Гүлістанның ол дүнияға көшкені, елдер менен еңсем теңдей болмаса, мен таярман шыбын жаннан кешкелі. Ана тілін ятладым милетім, нағыз сөзім, тілім басылы келбетім, көкірегімде соғып тұрды жүрегім, тілді мәңгі қорға басылы мінетім. Көп халықтан айырмам жоқ тілімнен, кімлігіміз тілімізден білінген, қаны судан таза қара қалпақпен, мені айырмаңлар ана тілімнен. Амансыздар ма? Уағалейкум ассалам. Мектебімізде мұғалімдер қаладан келіп жұмыс істеп атапты, жоғары мағлұматты мұғалімдеріміз. Үлкен белестерден көрініп жатыр оқушыларымыз. Бір сыныпта бірақ оқушы бар ма? Аналық сынып. Өзі жалғыз бір сыныпта, иә? Бірінші сынып сол, иә. Қостырбаға көш келдер. Әйтпесе мен жалғыз оқып жалғыз кеттім де. Әйтпесе мен жалғыз оқып жалғып кеттім. Болды енді. Саған келеді енді қасында. Тағы да достарың көп болады. Жақсы балалар, рахмет. Сау болыңдар. Ой, тәп-тәттілер сол. Көмір бар. Мемлекет. Осы арқылы мектеп жылып тұр. Иә, котелмен мемлекет тарапынан көмірімізді әкеп беріп отырыпты. Интернетке де осы жерден келеді, телефон связь бары осымен істеп тұрыпты. Тоқты осыдан аламыз. 220 вольт шығарып береді. Түйе сауамын, сиыр сауамын, құрт істеймін, сүзбе істеймін, қалаға барып келемін, оның арасында мектепке де барып келемін, үйде шұлықты оқимын. Өзіңізді күтуге де уақыт табады. Бетім о жағы да бар, я. Оқуда оқып атырппын мен, студентпін өзім, 2-ші курспын. Өзім жасым 82-ші жылғымын, сойтып атыр, балдарменен оқып атырмын. Суымды аламын, малымды жайлаймын. Соның менен тойға барамын. Тойдың қонығын күттік. Осылай су аламыз. Ыстық. Мүлдем тоқтамайтын су екен ғой, е? Мүлде тоқтамайды, күні-түні аға береді бұның, сұрауы жоқ. Осыдан 50 жыл бұрын қазылған құдық қой. Әлі күнге дейін тоқтамай сарқырап ағып жатыр. Бір қызығы мына су ыстық су. Жуынып кетсең болады. Аристон ештеңе керек емес. Қалай, Құдайдың өзі қарайласып қойған. Кейбіреулеріңіз ойлауыңыз мүмкін, ауыл тұрғындары мынандай қиындықтан басқа жаққа көшіп кететін шығар деп. Жоқ, олар көшпейді. Өйткені жаңадан қоныс тойы жасап жатыр көшудің орнына. Қараңыздар, қаладан кем емес қып, үлкен сарай тұрғызған. Мына жерде қол жуатын жер бар. Мына жақта міне контрамарка деп аталатын пеш. Бұл пеш екі жақта да бірдей жылытады. Ар жағы арғы бөлменің, бер жағы дәлізді деген сияқты. Ішке қарай кірсек, бұл жақта қонақ бөлме өте кең. Тағы бөлек бір пеш бар. Міне қараңыздар, қабырғалары қандай. Түп түзу және қапталған. Есіктерінің өздерін қарасаңыздар, міне қаладағы үйлер сияқты. Бұл жақта да жатын бөлме, пластик терезе. Қанша уақыт салдыңыз бұл үйді? 3 ай уақыт. 3 айда тұрғыздыңыз ба? Иә. Әр руға пір болған қожалар. Шөмекейлердің пірі Мағзаман қожа. Енді мен Қорасан қожам, бұл жерде Мағзаман қожа болмағасын, маған шапан жауып, батамды алайын деп жатыр. Мына шөмекей сарбайлар. Рахмет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жаратқан Жаппар ием, басымыздың амандығын, деніміздің саулығын, тойыңыз той қаласын. Мына Санат бауырымыздың қадамы құтты болсын. Біз үйде атаң бар ғой, шалының апасы, соға сәлем етіп жатыр. Қане, көрсетіп жүріңізші. Күйба ятта ғой. Сәлем беріп апа. Кемпір болсақ та сәлем етеміз. Қостырбада туып, осы Қостырбада кемпір болып қалғанмын.
әкешен көшіп кетем, мен жұртта қалып қалғанмын. Мемлекет басшыларымызға, азаматтарға бәріне рахмет. Айына бір рет дүкеніміз келеді, пенсиямызды әкеп береді, шекараның жегінде отқан халық деп. Газ баллон 2 жылдан бері келіндеріміз от жақпайды, газ баллон жағады, шай қайнатып тамақ істейді. Келіндеріміз кәпенінде толғатып қалса, скорыйымыз апарады, Құдайға мың қатты шүкір. Мен қуырдақ, күртік әзірлеп жатырмын. Тайлақтың етінен сол құда келетін болса, бірінші ауқатқа қуырдақ береміз. Құда жаңа келді, қуырдағын тарттық. Мына бұжы деген. Қарынға ауа, соған ішіне ет саласың, өкпе бауырын, ішектерін бәрін не қылып, ет қосып, шайнатып, сөйтіп бұжы істейсің, қарынға саламыз. Ол тек түйенің етінен ғана осындай жасалады? Яқ, бұны қойдың етінен асып жатырмын, күртікті. Түйенің етінен қуырдақ, қой соямыз, бас болады біздерде. Құдаға бас береміз. Байқасаңыздар, бұл жақта табақ алу деген рәсім бар. Келіндер табақ алады, ал үлкендер мінекей батасын береді. Көрдіңіздер ме, қараңыздар, табақты алып, иіліп тұрып сәлем береді. Ана табақты ауысып жейді. Ондайын айыпта қана. Енді ауылдың дәстүрі ғой енді. Ал берді. Қанеке, бірден. Міне. Міне, бірден. Нереке, содан кейін ауысып. Міне. Мыналар үлкендерге сәлем ет, табағын алып, мына жас үлкендердің жолын берсін деп келіндеріміз сарқыт дейді, содан ауыз дейді, сарқыт дейміз оны. Мына балдарың бақытты болсын, мына мұратың құтты болсын, бәрі ішінде күмбірлеген той болсын, саулық бар. Бұл даланың дискотекасы. Енді күн жарық демесеңіз өте көңілді. Асырсап би билеп жатыр. Бір қызығы бұл жақта той таңғы сағат 10-да басталады. Тым шіркін мінекей. Қыз жасауы КамАЗбен келіп жатыр міне. Неге боян көтеріп қойған Нанға табақ әкеліңдер. Нанға табақ келіңдер. Айтпақшы, Қарақалпақстандағы ағайын қыз ұзатса жасауды бірден апармайды. Мейлі 1-2 жыл өтсін, көңілі қалаған сәтті тауып, тойлауға себеп табады. Қалмал қаншадан сізде? 20 миллион ең төмен кете береді. Алдымен сый дорбаға нан салып береді. Жасаудың ішінде көрпе жастық, ас үйге қажетті жабдықтар, шаң сорғыш, техникалық жабдықтар, кілем, тағы басқа дүние бар. Құдағиға алтын әшекей сыйлап, бөлек көрпе ұсынады. Назем құтты болсын, Назем. Сол дәстүр бізде. Екеуін отырғызып, ана жерге қадесін алады келіндер. Келіндер кәдесін алғанша сіздерге қызық ақпарат айтып берейін. Менің демеушім отандық Чокофуд қосымшасын Өскемен, Ақтау, Қостанай, Қарағанды және Ақтөбе қаласындағы тұрғындар ерекше көп тұтынады екен. Шыны керек, тағам жеткізу бойынша отандық Чокофуд қосымшасы елімізде көш бастап тұр және шетелдің IT компанияларына төтеп беріп тұрған жалғыз отандық өнім десек те болады. Әрине, мұның барлығы табанды еңбектің арқасы. Мен төменге сілтеме қалдырып қойдым, сол арқылы отандық Чокофуд қосымшасын жүктеңіз және жалғыз жолаушыдан келдім деп пікір жазыңыз. Әлемдегі қазақтарды бір-бірімен жақындастырып, ұлттық дәстүрімізді, мәдениетімізді жоғалтпауға үлес қосып жатқан біздің демеушімізге де демеу керек. Рахмет. Биік-биік тау жоқ, ағып жатқан бұлақ жоқ, орман жоқ, жасыл шөп жоқ, бірақ табиғат әдемі. Тақта көпірдің табиғатын айтам да. Ерекше. Мына құмдармен жаңа жүріп келе жатырмыз, асфальттың үстінде жүрген сияқтымыз. Тақта көпірдің тарихы терең. Бұл маңда түркі әлеміне ортақ мұра көне қорғанша қалашығы бар. Әйгілі Боржатау етегінде Қара Терең көлі жайғасқан. Қазір әкімшілік бұл маңды туристік орталыққа айналдырып жатыр. Әдемі қонақ үйлер, көрікті мейрамханалар тұрғызып, ойын-сауық алаңдарын іске қосуда. Мен де Қара Тереңге барып, жұрт мақтаған балықтың дәмін таттым. Қарақалпақша айтсам, мазалы екен. Айтпақшы, Тақта көпірде қазақтан шыққан әйгілі тұлғалар жетерлік. Кеңес одағының батыры Біліс Нұрпейіс, ел атасы атанған Ерсұлтан Бектұрған, өз қаражаты есебінен ауданның біраз аймағын газбен жабдықтаған атақты кәсіпкер Ағытай Әділ, тіпті Алматы облысын 7 жыл басқарған Амандық Баттал да Тақта көпір аймағында дүниеге келген. Тақта көпір ауданындағы мал базарына келдік. Бүгін қала күні. Осы жерге ауыл тұрғындары өздерінің өсірген малдың алып келіп саудаға салады. Бағасын қанша деп отырсыз? 16 деп отырмыз. Біреуі? Иә, біреуі. 14,5-ға сұрап жатыр, бірақ бермейсіз. Иә, бермеймін. Жақсы қашыратын бұқа ма?
Қашырғанда осыртады бұратылар. Қанша деп отырсыз бұқаға? 20 айтырым. 20 миллион. 20 миллион. Айтылуы да. Ал берілуі? Берілуі құда біледі. 13-ке сұрап алыр. 13-ке? Обалма 13-ке беру деген мұнда. Обал? Жоқ, 13 миллионға беруге обалма деймін. Арзан емес қой. Енді дәме бар тұрып біз қарап. Мысалы 3 миллион айтса 1,5-нан бастап сұрай бересің. 2 миллион болады. Сондай сауда сондай болады да бұл жақтан. Базар деген осы екен ғой. Иә, базар сол. Не деген қымбат деп қоямыз. Қымбат емес. Негізі арзаншылық болады. Азан жақсы. Өте керемет. Алмамыз 6.000, мандалинс 13.000, пиязымыз 3 кило 10.000-нан, кешіміз 3 кило 10.000-нан, картошкамыз 6.000-нан. Қарбызымыз 6.000 или 5.000 әрқилы. 6.000 бұл келісі. Ол 3-түгі 6.000 классы емес. Арухан апай және мені көріп танып жатыр тіпті өзінің 50.000 сомында. Ой, айтпаса шоны аз ғой. Оны айтасың. Жоқ ол көңіліңізді айтам да. Керек емес десен де беріп жатыр. Көңіл тек. Ақша салатын әмияныңызды айтам. Ақшаға толды ма бүгін? Иә, толмай атыр еле. Әже, мұна ақшалар неге шашып тастағансыз? Майда ақша ғой, ұздашқа беретін ақша ғой. Мазалы қабақлар бар, мінекей ас қабақлар. Қауын қарымызлар бар, базарымызда мол қауын қарымыз. Тура шілденің ортасы сияқты, қазір мына жақта қауын қарбыздың барлығын жайып тастаған. Желтоқсанның қауыны. Түф, шіркін. Ал қауын жегілеріңіз келсе, Қарақалпақстанға келіңіздер Тақта көпірге. Қаңтар ақпаннан да айында да осындай қауын жеуге болады дейді. Табыламы айт арасында айт, алдама қол. Қалай сақтадыңыздар десем, үйге жинап қойып қойдық. Бұл ешкім тескен жоқ, және бұзылмай осылай сақталып тұр екен. Дәмі деген кетпеген ғой, тура бір бақшадан теріп алған қауын сияқты. Бұл холодесті көргенде арманда, көрмегенде арманда. Кейбір көрермендерім бұның не екенде білмеуі мүмкін. Қарамалдың басынан жақсылап, сыртларын тазалап, үйтіп, кейінен пісіріп, кейінен қайтадан турап, кейінен қатырасаң, жұмысы көп ұлыма. Мінекей. Өте дәмін жүрген. Тақта көпірдегі тағы бір қазақ ауылына келдім. Бұл ауылдың аты Жаңадария. 700-ге жуық тұрғыны бар. Келген себебім бұл жақта жылқыны баптап, қолға ұстап, бәйге жарататын өзіміздің бауырларымыз бар екен. Бүгін солармен амандасу үшін осы елге келдім. Асау ғой деймін ғой, Ол сол көп бағылған, сол жақындатпай тұрды қасына. Асау жылқыға мінетін жігіт жоқ па дәл қазір мына жерде? Әзір не алмайды, бірақ бар жылқыда мінетіндер. Әзір жоқ та, үйде жаңа сөйлесіп едім ғой. Басқа жақты жүрген екен. Ақша төлеп үйреткізесіздер ме? Ақшады кеуінен шыққанды бересің, мінгеннен кейін. Шалдың қолын теуіп сындырған ғой. Сөйтіп бұл жылқы өзінің адамдардан күшті екенін сезініп тұр. Міне Байбақыт есімді ауылдың бетке ұстар азаматы әйтеуір осында келді. Қазір енді мұна тұлпарды тізгіндеймін деп айтып жатыр. Міне тарпып жатыр. Ой, әне теуіп жатыр, әне көрдіңіздер ме мұна? Теуіп жатыр, әне. Ой. Әптен асау мұнау. Жаман атқа жал бітсе жанына адам жуытпас дейді ғой, міне күйлі ат. Жаман деп те айта алмайсың, енді бәйгені алып жатқан жылқы екен. Енді Байбақыт болмаса Жаңадария ұятқа қалатын еді енді. Асауды мініп әп-сәтте мінекей самалды жөнге салды ғой. Найзаменен түтсе де жатырсың қазақ оянбай. Мұнша қалың ұйқыны бердің бізге оялай. Бар мекен бізде қапыл жұрт, атырапқа көз салсақ, көз өскенше ұйқыға
келе жатқан той алмай. Көпшілігі ойлайды, Өзбекстандағы қазақтар кітапты Қазақстаннан алады деп. Жоқ, бізде олай емес. Ташкенттен шығады өзіміздің оқулығымыз. Балдарға оқулықтар тегін беріледі. Сол Қазақстанда қайсы ақын жазушылар болса, бізде де сол Абайды, Ыбырайды, Шәкәрім, 3 алыпты, 5 арысты бәрін өтеміз. Негізі Тақтакөпір ауданындағы тұрғындар өте ұйымшыл екен. Мысалы, мына Мүлік ауылында мешітті ауыл тұрғындары бірлесіп салған екен, және мектептің түлектері, мына дәлірек айтсам 16-шы мектептің түлектері жыл сайын дәстүрге айналдырған, ауылына, өзінің туып өскен жеріне бір дүние сыйлайды. Мысалы, ойын алаңы, футбол алаңы, демалатын орындар, одан кейін міне брусчаткалар төсеп мына мектептің алдына. Мен атым Клара. Өзім өзбекпін. Сіз өзбексіз бе? Иә. Мен сізді қазақ па деп ойлап отырмын. Қазақтан келген жоқ. Қазақтың келінімін. 50 жыл болды түскеніме. Қазақша тура мүдірмей сөйлеп тұр екенсіз. Қарақалпақтан келін алдым, Қожадан келін алдым. Қазақтан бәрі аралас. Ағайынның арасы ұзап кетпесін деп мен келімді мұрындық қыз қылып бердім бұл кісіге. Бұлар мұрындық қыз қылып алды. Мұрындық қыз деген ағайынның арасы ұзамасы үшін. Ұзамасы үшін, иә. Сіз өзіңіздің қызыңызды, келінімді. келініңізді. Иә, келінімді. Біз жаққа қызғып береді. Қызғылып бердім бұларға. Баласы менен келінін біз жерге қызғып береді. Мен осы уақытқа дейін 20 елдің қазағын араладым, бірақ мұрындық салты туралы бірінші рет естідім. Бұл қыз жат жұртқа кеткенде жалғыз сырамасын, қасында сырлас жандар болсын деп Қазекемнің шығарған дүниесі ғой. Міне, осы себепті де шығар, Қарақалпақстан қазақтарының ішінде ажырасу жоқтың қасы. Кеше осы қонақтар жан-жақтан келді ғой, сен бала ең ізінен келген болуың керек, сен баланы көрмедің. Сөйтіп соны бәріміз күтіп аламыз. Үлкен кемпір, шал, келін, жастар. Сосын қонақ береді. Мынау сенің қонағың дейді. Соны ертіп үйге жібереді, соған еріп біздер үйге барып қонағымызды күтеміз. Қонық рәсімі туралы да бұрын сонды естімедім. Бір түсінгенім, ағайын туыстың бірлігі бекем болса, қазақ салты мәңгі жасайды екен. Мені Қостұрбада қонық қылған Жақсымұрат ағаның шаңырағы. Бір бөлмеде 5-6 жігіт ұйықтадық. Біз Қостұрбада ұйықтадық. Ойлап едім, түн суық бола ма деп. Өте жылы. Енді мына жақта қараңыздар, мына пештің жылуы әлі сақталып тұр. Қазір таң атты. Айтып жатыр, және жеңгеміз кеше жаққан отын, сосын отынды кері аударады екен. Қызуды ұзақ уақыт жеткізу үшін. Міне мына дауыс кедергі емес, керісінше одан сайын терең ұйқыға батырады ғой. Мүлдем сезіппін мына жігіттің қорылдаған. Неше халық аманда жыр елдегі алаңдаумен жүректі мұң тербеді. Өсіп өніп жатыр ма кішкентайлар, қуатты ма ауылдың үлкендері. Өсіп өніп жатыр ма кішкентайлар, қуатты ма ауылдың үлкендері. Қуатты ма ауылдың үлкендері. Тамаша. Әр ауылда осындай бір Жанасбек болуы керек шығар. Біз Қарақалпақстан еліндегі Тақтакөпір ауданында болдық. Бұл жақтағы қазақтардың өмірін сіздерге көрсеттік. Көрдіңіздер, ұмытылып бара жатқан дәстүрлерді қайта жаңғыртып жатыр бұл жақтағы біздің бауырларымыз. Қонық деген, мұрындық деген, мен бұрын естімеген дәстүрлерді бұл жақтан көріп жатырмын. Сіздер де өздеріңіз куә болдыңыздар. Сонымен сіздерге бұл шығарылым ұнады деген ойдамыз. Сондықтан арнаға тіркеліңіз, лайк басыңыз, және жалғыз жолаушымен бірге саяхаттаңыз. Және менің аяғымды жерге түсірмей, күтіп алып, осылай құрмет көрсетіп жатқан Нұрекеңе, Азекеңе және барша жігіттерге шын жүректен алғысымды айтам. Аман, сау болыңыздар.